Сіз бүгін қанша қадам жасадыңыз? Егер 10 000 қадамға жетсек, сіздің ағзаңыз қандай пайда алады? Соны бүгін айтып беремін. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Дина Мұхатай. Жалпы жаяу жүру тек буындарға ғана пайдалы емес. Оның ағзаға әсері өте кең. Бұлшықеттерге, сүйектерге, миға, жүрекке, өкпеге оң ықпал етеді. Жаяу жүргенде біз қандай пайда аламыз? Біріншіден, бүкіл бұлшықет жүйесі нығаяды және бұлшықет массасы артады. Яғни бұл саркопениямен, яғни бұлшықет массасы мен күшінің азаюымен күресуге көмектеседі. Саркопения көбінесе қартайғанда байқалады. Адамға өз бетінше жүру қиындайды. Жүрісі тұрақсыз болады. Орындықтан тұруға күші жетпейді. Бұл әрдайым буындардың ауырғанынан немесе жалпы денсаулықтың нашарлығынан емес. Көбінесе бұлшықеттердің әлсіздігінен болады. Яғни, денені ұстап тұратын бұлшықет күші жеткіліксіз. Екіншіден, жаяу жүру сүйектерді нығайтады. Қозғалыс кезінде сүйек тіндері жүктеме алады. Соның нәтижесінде олардың тығыздығы артады. Бұл остеопороздың алдын алуға көмектеседі. Остеопороз кезінде сүйектердің тығыздығы азайып, олар сынғыш әрі әлсіз болады. Кішкентай ғана құлау немесе жеңіл соққының өзі сынуға әкелуі мүмкін. Ал тұрақты жаяу жүру сүйектердің мұндай әлсіреуін баяулатып, олардың беріктігін сақтауға көмектеседі. Үшіншіден, жаяу жүру жүрек пен қан тамырлары жүйесіне пайдалы. Ол қан айналымын жақсартады, жүрек бұлшықетін күшейтеді, қан қысымын реттеуге көмектеседі және жүрек қан тамыр ауруларының қаупін азайтады. Төртіншіден, өкпе жұмысы жақсарады. Таза ауада жүргенде тыныс алу тереңдеп, ағза оттегімен жақсырақ қанығады. Бесіншіден, ми қызметіне оң әсер етеді. Жаяу жүру зейінді арттырады, есте сақтауды жақсартады, күйзелісті азайтады және көңіл күйді көтереді. Бірақ бір маңызды нәрсе бар. Зерттеулерге сәйкес, зейінді, сергектікті, есте сақтауды жақсарту үшін қала ішінде емес, саябақта, орманда немесе тыныш жерде жүрген дұрыс. Егер сіз қала көшелерінде, көлік көп жүретін жерде немесе адамдардың көп қозғалысы бар ортада жүрсеңіз, миыңыз үнемі қосымша ақпаратты өңдеумен айналысады. Яғни, дыбыстар, жарықтар, адамдардың қозғалысы, көлік сигналы сияқты факторлар назарды бөліп, миды шаршатып жібереді. Мұндай жағдайда серуен физикалық жағынан пайдалы болғанымен, психикалық демалыс толық болмайды. Ал керісінше, саябақта, орманда немесе тыныш табиғи ортада жүрген кезде миға түсетін ақпарат көлемі азаяды. Табиғаттың бір қалыпты дыбыстары, жасыл түстер, тұрақты көрініс жүйке жүйесін тыныштандырады. Мұндай ортада ми демалыс режиміне өтеді. Осы кезде адамның зейіні тұрақтанып, ойлау қабілеті жеңілдейді, ішкі шаршау азаяды. Сонымен қатар, табиғи орта стресс деңгейін төмендетеді, кортизол гормонының азаюына ықпал етеді және жалпы көңіл күйді жақсартады. Сондықтан адам тек физикалық емес, психологиялық тұрғыдан да жақсырақ қалпына келеді. Келесі, жаяу жүру қандағы қант деңгейін тұрақтандыруға көмектеседі. Сондықтан, егер сізде предиабет немесе қант диабеті болса, міндетті түрде күн сайын жаяу жүруге тырысыңыз. Ал егер диабет болмаса да денсаулығыңызға мән берсеңіз, тамақтан кейін жатып немесе отырып қалмай серуендеген дұрыс. Мысалы, тәтті жегенде қандағы қант деңгейі көтеріледі. Ал егер сол тамақтан кейін белсенді түрде серуендесеңіз, қант деңгейі бір қалыпқа келеді. Күрт көтеріп түсу болмайды. Бұл тек тәттіге ғана емес, жалпы тамақтануға да қатысты. Келесі, жаяу жүру салмақты реттеуге көмектеседі. Бірақ бұл жерде калория, физикалық белсенділік және ең бастысы тұрақтылық маңызды. Күн сайын қозғалыс болғанда ғана нәтиже болады. Соңғысы, жаяу жүру энергия деңгейін арттырады. Егер сіз баяу, асықпай, жай барақат жүргеннің өзі белсенді жүріспен бірдей пайда береді деп ойласаңыз, қателесесіз. Жаяу жүруді физикалық белсенділік ретінде қарастырсақ, орташа қарқынмен белсенді түрде жүру керек. Зерттеулерге сәйкес пайдалы жүру белгілі бір жылдамдықта болуы керек. Егер сіз минутына шамамен 100 қадам жасасаңыз, бұл қалыпты пайдалы қарқын. Мұндай кезде жүріп келе жатып сөйлесе аласыз, бірақ қатты ентікпейсіз. Яғни жеңіл шаршау болады, бірақ деміңіз жетеді.
Ал егер минутына 130 қадамнан көп жүрсеңіз, бұл өте жылдам жүріс. Мұнда ағза көбірек жұмыс істейді. Жүрек жиірек соғады, тыныс жиілейді, калория да көбірек жұмсалады. Ал енді күніне қанша қадам жүру керек деген сұраққа келсек, бір маңызды нәрсені түсіну керек. Қадам саны емес, оның сапасы, қарқындылығы және саналы түрде жүру маңыздырақ. Сіз сиқырлы 10.000 қадам туралы естіген боларсыз. Көп жерде осы көрсеткішті міндетті норма ретінде айтады. Бірақ шын мәнінде бұл санның нақты ғылыми дәлелі жоқ. 10.000 қадам шартты түрде алынған, есте сақтауға оңай әдемі сан. Алғашқы қадам есептегіш, яғни шагомерді шығарған жапондық өндіруші өз құрылғысын 10.000 қадам деген мағына беретін атаумен атаған. Оның үстіне атаудағы иероглиф жүріп бара жатқан адамға ұқсап 10.000 санын білдірген. Содан бері бұл көрсеткіш салауатты өмір салтының бір символына айналып кеткен. Қазіргі көптеген құрылғылар да осы 10.000 қадамды шартты норма ретінде қояды. Бірақ оның медициналық нақты дәлелі бар ма? Зерттеулердің бірінде адамдардың денсаулығы мен қадамның қарқындылығы және ұзақтығы арасындағы байланыс қарастырылған. Нәтижесінде қадам саны емес, оның қарқындылығы маңызды екені анықталған. Сонымен қатар, күніне 10.000 қадамнан көп жүретіндер мен одан аз жүретіндер арасында дене құрамында айтарлықтай айырмашылық табылмаған. Зерттеуде қатысушыларды бірнеше топқа бөлген. Шамамен 7,5 қадам жүретіндер және 10.000 қадамға дейін жүретіндер. Нәтиже көрсеткендей, қадам санының көп болуы әрдайым көп пайда беретінін білдірмейді. Мысалы, күніне 7,5 10.000 қадам жүретін адамдар мен 5.000 7,5 қадам жүретін адамдар арасында денсаулық көрсеткіштері бойынша айтарлықтай айырмашылық байқалмаған. Яғни 7,5 қадамның 5.000 қадамнан артық болуы денсаулыққа қосымша үлкен әсер бермеген. Ал күніне 5.000 қадамнан аз жүретін адамдарда денсаулық көрсеткіштері айтарлықтай нашарлаған. Бұл әсіресе денедегі май мөлшері мен бел айналымы сияқты көрсеткіштерде көрініс тапқан. Соның негізінде мынадай қорытынды жасалған. Күніне 5.000 қадамнан аз жүретін адамдарда семіздік пен жүрек қан-тамыр ауруларының қаупі төмендемейді. Басқа статистикалық деректерге сүйенсек, Мельбурн қаласының ғалымдары мынадай қорытындыға келген. Егер адам күн сайын теледидар алдында 2 сағаттан артық отырса, мезгілсіз өлім қаупі 54% артады. Бұл көбінесе отыратын өмір салтымен байланысты. Сонымен қатар, адамдар теледидар қарап отырып, көбіне пайдалы емес тағамдарды тұтынатыны да әсер етеді. Егер сіздің жұмыс күніңіз 8-9 сағат болып, соның бәрін отырып өткізсеңіз, мезгілсіз өлім қаупі шамамен 4%-ға өседі. Бірақ егер әр 2 сағат сайын 10 минутқа қозғалып, серуендеп, жеңіл жаттығулар жасасаңыз, мысалы, отырып тұру, планка, отжимания, орнында жүгіру кезінде бұл қауіп айтарлықтай азаяды. Ал күніне 6,5 қадамнан артық жүрсеңіз, мезгілсіз өлім қаупін шамамен 40%-ға төмендетуге болады. Түрлі зерттеулер мен статистикалық мәліметтерді ескере отырып, мен сіздерге мынадай ұсыныс беремін. Күніне кем дегенде 30 минут белсенді, сергек қадаммен жүріңіз. Егер шаршасаңыз, біраз уақыт баяу жүріске ауысып, кейін қайтадан қарқынды арттырыңыз. Егер сіз шагомер немесе телефон қосымшасын қолдансаңыз, күніне кемінде 5.000 қадам жасауға тырысыңыз. Ал егер 5.000 қадамға жетпесеңіз де, оның орнын йога немесе басқа жаттығулармен толықтыра аласыз. Ең бастысы, күні бойы диванда немесе компьютер алдында бір орында ұзақ отырмау. Осыны істесеңіз, өзіңізге риза болып, денеңізге демалыс бересіз. Егер сіз жаяу жүруді жақсы көрсеңіз және қарсы көрсетілімдер болмаса, 5-10 километр немесе одан да көп жүре аласыз. Әрине, бұл денсаулық жағдайыңыз бен дайындығыңызға байланысты. Тек 10.000 қадам санына ғана байланып қалмаңыз. Бұл тек орташа шартты норма. Әрине, көп жүретін адам аз қозғалатын адамға қарағанда салмақ пен денсаулық мәселелерімен сирек кездеседі. Егер ауа райы қолайсыз болса, сыртқа шыққыңыз келмесе, немесе ауырып тұрсаңыз, бірақ қозғала алсаңыз, бұл жаяу жүруден толық бас тартуға себеп емес. Интернеттен тренермен бірге жасалатын үйдегі жүру жаттығуларын таба аласыз.
Немесе үйіңізде бар болса, жүгіру жолағын пайдаланыңыз. Айтпақшы, онда міндетті түрде жүгірудің қажеті жоқ. Жай жүрудің өзі жеткілікті. Жалпы, жүгіру жолағы денсаулыққа жасалған жақсы инвестиция. Осы айтылғандардың үстіне психологтардың пікірін де қосқым келеді. Егер сіз серуенге шығып тек уақытты, қадам санын немесе қарқындылықты ғана ойлап жүрсеңіз, ми оны жұмыс ретінде қабылдайды. Соның салдарынан сіз серуеннен толық ләззат ала алмайсыз және бақыт деңгейі төмен болады. Ал егер дәл сол жолды ештеңені бақыламай еркін жүріп өтсеңіз, көбірек рахат аласыз. Сондықтан серуеннен ләззат алыңыз. Белсенді, ширақ қадаммен жайбарақат жүрісті кезектестіріңіз. Мысалы, саябақтың ішінде асықпай серуендеп, ал саябаққа бара жатқанда және қайтарда ширақ қадаммен жүруге болады. Өзіңізге қол жетімді мақсат қойыңыз. Кейбір адамдар үшін 10.000 қадам қол жетпейтіндей көрінуі мүмкін. Бұл қалыпты. Бірақ ештеңе істемегеннен гөрі, аз болса да қозғалу әлде қайда жақсы. Бүгін 10 минут жүрсеңіз, ертең көбірек жүре аласыз. Қозғалыс бұл өмір. Назарларыңызға рахмет, баршаңызға жақсылық тілеймін.